Бүгін біз королевская ватрушканы дайындап үйренетін боламыз. Ең алдымен начинкасын дайындап аламыз. Ол үшін бізге 200 грамм майсыздалған қатық, яғни творог, 1 жұмыртқа және 2 қасық кілегей қажет. Менікі 2,5%. 5 граммдай ванилин қосамыз. 2 ас қасық құмшекер. Менікі қант алмастыратын сорбит. Бәрін жақсылап араластырып аламыз. Миксермен араластырсаңыздар да болады, бір келкі етіп. Начинкамыз, яғни салмамыз дайын. Енді песочный тестамызды жасаймыз. Ол үшін бізге 1,5 стаканындай ұн қажет. Мен өз көз мөлшерімен салдым. Лимон седрасын қоссақ болады. Қоспасаңыздар да болады. Талғамдарыңызға қарай. Апельсиннің седрасын қоссаңыздар болады. Және 2 қасық құмшекер. Бір шай қасық разрыхлитель. Бәрін жақсылап араластырып аламыз. Артынан мен тағы да жарты стаканын қостым. Тек қана ұн қостым. Бәрін жақсылап осылай араластырып алып, үккіштен морозилкадан тұрған майымызды өткіземіз. Морозилкадан тұру керек. Тоңазытқышта, себебі үккіштен өткізген кезде жабысы безілмейтінде. Өстіп ұнмен араластырып отырамыз. Майларымыздың бәрі еріп бірігіп кетпес үшін. Бәрін үккіштен өткізіп, осылай бәрін ұнға араластырып аламыз жақсылап. Осылай сыққанда бірігетін болу керек. Енді пісіретін формамызды пергамент қағазын салып, песочный тестамызды дайындаймыз. Песочный тестаның жартысынан сәл көбін астына саламыз. И бетіне сепкенге кішкене алып қаламыз. Өстіп түбін кішкене басып, и жан жақтарына кішкене бортик жасаймыз. Начинкамыз ағып кетпес үшін.
начинкамызды тағы да бір рет араластырып алып саламыз. Қатығымызды жақсылап біркелкі етіп жайып аламыз. Қалған песочный тестамызды үстінен себеміз. Сеуіп жан жағындағы бортиктан асып қалған песочный тестамызды түсіріп, біркелкі етіп аламыз. Кеп кетпес үшін. Алдын ала 180 градуста қызып тұрған духовкамызға 35-40 минутқа саламыз. Королевская ватрушкамыз дайын болды. Сәл салқындаған соң кесіп жейміз. Өте дәмді, пайдалы. Пісіріп көріңіздер.